Қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен қамырға оратылып пісірілген шұжықтың рецептімен бөлісетін боламын. Менің арнама жазылып, лайк басып, пікір қалдыруды және қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Бізге керекті заттар: ең алдымен қамырына 150 грамм жылы суға, жарты шай қасық ашытқы және 1 шай қасық қант ұнтағын қосып, жақсылап араластырып, бетін жауып жылы жерге 10 минутқа қоямыз. Достар, шаян таяқшасын, шұжықты және ірімшікті теңдей бөліктерге бөліп алып, оны таяқшаға тізіп шығамыз. Бәрін дайындап болғаннан кейін 10 минутқа қойған қамырымызды алып, оған 200 грамм ұн, 1 жұмыртқа және кішкене тұз қосып, сәл сұйықтау етіп қамыр дайындап, оны 40 минутқа жылы жерге қойып қоямыз. Одан кейін ашыған қамырға таяқшадағы шұжығымызды аунатып, кептірілген нан ұнтағына немесе күнжетке ауната отырып, қыздырылған майда қуырып аламыз. Асымыз дайын. Ас болсын. Үй жағдайында жасап көріңіздер. Өте дәмді. Сіздермен болған Айгөлектің асханасы.